Tö, жылқы, қой, уй, бардығынан туғандар 7 нәрсесі арам. Жақшы уғып алайлы, ошондон сақтанайлы. Аққан қан, біріншіден, шыр аққан қан. Ошо муздағанда шыр ағатқо, ошол қан, ал быжығылып жасай тұрған, же колбасаға бере тұрған, андай емес, ал арам. Алымдар ошоға чейин айткан, аққан қанды итке беришлик да арам деген. Адамға емес, итке. Көбүнчө биз итке берип коебуз, күч деп чакырып чекесине коюп. Ана ошонун жолун айтат, эми ит жейт деп эмне кылабыз? Итке беришлик арам дейт. Алымдар айтат, о, бир чекеге коюп кой дагы, баса бер. Ит барып өзү жесе, сен бергендей эмессиң дейт да. Сен чакырып берген жоксуң. Коюп койдуң, эле өзү келип жеп алды. Ошончолук деңгээлде болуп аткандан кийин туугандар, адамдарга беришлик кандай дейсиз? Биринчиси аккан кан. Албетте кабыргаларынан кийин калып калгандары ал арам эмес. Эң биринчи дам масфух деп коет, шыр аккан кан ушул арам. Бездери арам. Өтү арам. Жыныстык мүчөлөрү арам. Жумурткасы арам. Андан кийин эмени жүлүн деп коебуз биз. Жүлүнү арам. Сөөктөгү чучук, бутундагы шыйрактагы чучуктар бул адал. Бирок омуртканын ичиндеги моюн омурткасы бар, бел омурткасы, жамбаш омуртка бар го, омуртка, позвоночник. Ошонун ичиндегиси арам.